Қайырлы күн, аман есенсіздер ме, қымбатты қазақ елі, менің қымбатты асыл жанды көрермендерім. Бүгін мен мына грузинский капустаны маринадтайын деп тұрмын. Бұрында осыдан 2 жыл бұрын жасағанмын. Енді биыл ғана жасап тұрмын. Ол қыстық, ал мынау ертең бір күннің ішінде дайын болатын. Енді 4 бұрышты қып турайын деп тұрмын. Міне алғашында 40 қабатты турадық, 4 бұрышты етіп. Бұлай ашық-ашық қып, жеке-жеке шығарып тастаған дұрыс. Маринаты жақсы сіңеді. Екінші жолы міне қызылшаны турайын деп тұрмын. Мен жұқа турайын деп тұрмын. Өйткені қалың болса, қызылша деген өзі қатты болатын көкөніс қой. Бисмилля деп қызылшадан біраз салайын. Екінші кезекте 40 қабат капуста салам. Ендігі кезекте сәбізді турайын. Сәбізді де мен жұқарақ турап отырмын. Маринаты жақсы сіңу үшін. Енді чеснок, сарымсақ турап саламыз бұнда. Бірнеше зубчик кіші. Менікі ұсақ болғандықтан 4-еу болды. Лавр жапырағы, бұнда бір 2 тал, 3 тал ғана салуға болады. Бірнеше дана мынандай дөңгелек қара бұрыш. Бетіне укроп салам. Ең соңғы кезекте тұздығын жасаймыз. Алдыменен 1 литр суға, салқын суға, толық 1 қасық, бұдан да толтыруға болады. Мен ұсақ болғандықтан өт көп бола ма деп тұрмын. Осындай толы 3 қасық қант саламыз. 3 қасық қант. %70 уксус менде. Өте қатты толтырмай, үлкен ас қасықпенен өте толтырмай құямын. Егер енді тұздықты қайнатамын. Бисмилля, міне
кішкене сақылдаған қайнаған 100 градуста мен шарт етіп бісміллә шарт етіп пісірме деп тұрмын. Міне қазір бұл қайнап тұр. Бұл әбден өзі толықтай суғанша осындай жай ғана беті жабылып, осындай столдың үстінде тұрады. Бұл әбден суғаннан кейін тоңазытқышқа алып қоямын. Содан кейін көрсетемін. Қайырлы қымбатты көрермендер, міне кешегі маринад капустамыз бүгін дайын. Бісміллә деп көрейік. Аңқып тұр. Міне дайын болды, бірақ қызылшасы қатты сіңбепті. Дәмін көрейін. Дәмі керемет. Керемет дәмі. Бұл бүгін дайындап, ертеңінде дайын болып жеуге жарайтын. Маринадталған, қызылшамен жазып салған 40 қабат. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.